мынау карантин әлем жұртшылығы үшін ауыр болды ғой. Жаһан бойынша мына ковид індеті салдарынан 2 миллионға жуық адам өмірмен қоштасқан екен. Енді аурудың өршуінен талай мұсылман елдері дін ғұламаларынан айырылды. Жалпы осындай жағдайлар қоғамға қаншалықты кері әсерін беруі мүмкін? Және ілімді көтеріп жүруші ғалым ғұламаларға қаншалықты мұқтажбыз? Енді бұл өте ғалымдардың кетуі, бұл қараңғылық қой, енді қараңғылық жаңағы. Мынау жаңағы басшылардың бірден қайыс болу керек, фитна болады жаңағы. Бірден басшы кетіп қалса, кім болады, ол болады. Байлар қайтыс болса, бірденге осы кедейлерге, кемшіктерге бір хасырат, қиындық болып тұрады. Кім оларға жеткізеді табылды. Ғалымдардың қайтыс болу зұлымат дейді, қараңғылық болады. Адамдарға жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарып, сұрақтарына жауап беріп, қайсысы хақ, қайсысы нақақ жаңағы. Әзір маған звондайды жаңағы. Абдуғаппар ешаннан сұрап тұрады, не дегенде айналайын, сен ренжіме, біз сізден сұраймыз деп. Міне ондайлардың кетуі екінші ұстазға не болады, ол не салмақ болады жаңағы. Бір нәрсені көтере алмай жатсаң, екінші нәрсені және жүктеп қойса, өте ауыр болады. Аллах Тағала мейірімді, Аллах Тағала жомарт дейді бұл. Хадистен адам өте сақтанасын. Аллаху субхану ва тағала біреуге бір нәрсе берсе, оны қайта тартып алмайды дейді. Ғалымдарға біреуді ілімді қылды ма, ол ілімді қияметке жақындаған кезде, оның хадис бұл жаңағы. Ол ілімді алмайды дейді, ол ғалымдарды ала бастайды дейді. Ғалымдарды алғаннан кейін барып, Құдай сақтасын, жер бетінде өгей қалады дейді, сауатсыздар. Долла ва адолла дейді. Өзі де адасады, жұртты да адастырады. Өзі де адасады, жұртты да адастырады. Ол кітап көрмесе, қарамаса жаңағы. Абсаттар өзіміз көп, жамағат қосылып жататын. Мен осылай жауап бере салдым дейді. Сен неге олай жауап бересің? Сеніңке туры болса да, олай жауап бергенің сенге тура емес. Сен бірінші қара, кітаптан көр жаңағы, бірден жауап беру қақтың. Бәрін білем деген нәрсе өте жаман ғой жаңағы. Білгіш қай бұл көткен жаман ғой жаңағы. Имам Маликтің өзінен жаңағы 75 сұрақ сұраған кезде, соның 35-ін әлі әдіри деген, мен білмеймін деген жаңағы. Сонда имам Малик жаңағы білмеймін деп тұрған кезде, біздерге, нелерге жол болсын жаңағы. Осы нәрсені сәл күмәндандың ба, оны не қылар қарау керек. Сол надандықта ол жаңағы хадисте айтқан еді, ол хадисті көрді ма, Құдай сақтасын, пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху ескерткен ауыр хадисі бар. Кім маған сүйеніп, әтелеп өтірік айтса, орын не тозақтан дайындай берсін деген. Өте қиын жаңағы. Бір мәселені сәл ақылың не толық жатыңнан көтеріп тұрма, асықпау керек. Кел жаңағы жаслап тұрып қара. Содан кейін барып оған не жауап бер. Ғалымдардан айырылу жаңағы. Маутул алам ғой, ғалымның өлуі әлемнен өлу. Ғалым өлсе әлем тіріледі жаңағы. Болашақты олар қарап тұрып, осындай мәселені айтқан кезде, ол көп адамға не болады? Игілік болады жаңағы. Жақсы менен жаманды, хақ пен нахақты, бұның бәрін ажыратып бере тұрған кім? Осы не ұстаздар. Оны Құдай үшін, оны көтеріп жүргендер міне, әзір бәрі оқып жатыр ғой, иншалла, осы ретпенен, қыласпенен, елге пайдам тием деп, арадағы алауыздықты қою керек алғадағы. Сырттан жаңағы не тұрған кезде, сырттан жаңағы күштер тұрған кезде, алапат, осы елге, дінге, қиянат қылам деп тұрған кезде не солармен күресу керек. Ол арадағы нәрсе әшейін ол солардың ойыны жаңағы. Жай оны мысал кетіретін болса, бірінші оқып жүрген кезде бір-бірімен таласасын, қызғанасын, ол бәрін оқып шыққаннан кейін сол таласқан, қызғанған адамдарыңды сағынасын. Олар тастап қойған болса, олар жетілмеген болса, өзіңе қиын жаңағы. Оны жай спорт ретінде не алатын болсаң, бір ауылда жігіттер спортқа қатысады бір-бірімен. Кейін районға болған кезде өздерін көреді. Кейін район, облыс Қазақстан. Қазақстанның спортсмендері жиналған кезде әлемге бір-біріне жаны ашып, алдын көтеру керек қой. Сол сияқты дінді қорғаған кезде нәрселер бар, басқалар бар. Құдай сақтасын жаңағы мұсташриқтардың кітаптарын әкеп, елдер өздерін бас жетпейді, дін дұшпандарын алып кеп тұрып, жаңағы жоқ жерден бір фитнаны шығару үшін жаңағы. Бір мұсылман бір нәрсе болып қалса, ойбай ол имам екен, ол ұстаз екен деп жаңағы. Соны мысал ретінде өте көп олардың жаңағы
осылардың бәрін қайтара тұрған міне діндарлар ақылменен жаңағы. Бұл заманда болып келген бұл жаңағы. Бірінші ол ең жеңіл күрес жаңағы. Бірінші мынау не болады жаңағы материалды жаңағы қаруменен соғысады, оған көп қаражат кетеді, у-шу болады. Екінші соғыс жаңағы экономический соғыс болады. Үшінші идеология. Өте арзан, бірақ бұның зияны өте жаман бұның зияны. Өйткені бұл жүректі улайды, бұл миды улайды, бұл сананы құртады жаңағы. Міне екінші дүниежүзілік соғыстың біткеніне қанша жыл болды, болмағандай жаңағы. Ал Құдай сақтасын, ал атеизмді сіңіріп кеткеннен әлге дейін оның зардабы, жаңағы. Осындай көрінбей тұрған нәрсеменен жаңағы күресу деген өте қиын нәрсе. Бұл көрінбеген ауру өте жаман ғой. Жаңағы коронавирус көрінбейді, не істерін білмей қалды. Әлем не болды. Бұл жаңағы Құдай сақтасын, бұл коронавирустан да жаман жаңағы күпірлік, не шығып кету жаңағы. Коронавирустан ары кетсең, өлгеннен кейін құтыласың жаңағы. Ал хасад, көре алмаушылық, ал күпірлік, бұл адасу, бұл Құдай сақтасын. Екі ғалым адасуға оған кешілмейді ғой. Алланың алдында да, ол ненің алдында да, халықтың алдында да. Ол осы діндар адамменен медик жаңағы, дәрігер. Дәрігер қателесіп қалды десе, ол қиын операция болса өлтіреді ғой адамды. Ал енді ұстаз ол толық оқымаған болса, оны рухын өлтіреді ғой, оны адастырып жібереді ғой, кезінде батыния, басқа деген көп тарихта топтар шыққан. Соларды қайтарған имам Ғазали, мыналардың барлығы ол сол жол енді сол жаңағы. Оған ренжімеу керек. Мен оқып келдім, енді рахат өмір сүремін. Жоқ, рахат өмір, иншалла, қабірің бар, жәннатың бар. Бұл дүниеде саған не жоқ. Бұл Аллах Тағаланың сынағы. Бұл дүние ләззат алатын, рахаттанатын емес. Бұл жаңағы бұл дүниеде сізге келді ме осы нәрсе? Мұны жауап беру. Әзір күнде жаңағы ойбай жер, күн жерді айналады екен, күн бар, ол балшыққа батты екен деген сондай бір нелерді, қателерді айтып та жаңағы жер күнді айналады, жерді ай айналады, ол күн барлығы айналады, оның барлығы баян қылған. Әдеби көзқарас бар, балшыққа батты деген кезде теңіз үстінде кетіп бара жатқан адам су теңізге батқандай болады. Сонда әдеби көзқарас бар, астрономиялық көзқараспенен Құран Кәрімде барлық ілім ол қамтылған ғой. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Айти Мұхаммад алейхиссалам, егер бүкіл теңіздердің барлығы мұхиттар сияға айналып, ол Құранның тәпсірі жазылса, ол сиялар таусылар еді, Құранның мағынасы мен мазмұны таусылмай жатыр. Осы аяттардың бәрін тоқылып оқымағандықтан, ана жерден, не жерден дін дұшпандарын дайындап берген нәрсесін алып келіп, адамдардың иманы әлсіз болғанда осы нәрселер тарқатады. Бұл нәрсені аурудың бәрі емдеу үшін кім керек енді? Эпидемия болып кеткеннен кейін әлбетте не керек? Ұстаздар керек. Медреселер ұстаздарды нелады шығарады жаңағы. Көп адамдар айтады, неге медресе оқи береді дейді жаңағы. Кезінде имам Ғазали деген осы ғасырда өмір сүрген адам бар екен, неге завод соқпайсыздар десе, біздің завод сол адамды тәрбиелеу деген. Адам тәрбиеленсе, міне бәрі жақсы болады. Дін ілімі, дүние ілімін қоса оқу керек, әлбетте. Agar din ilimi bo'lmasa, onun dinge деген, onun dasturga деген, onun tilga деген, onun tarixqa деген, onun yerga деген muhabbati bo'lmasa, onun ol qancha fizik bo'lama, ximik bo'lama, ol yerin jurtin satib ketuvi mumkin. Birinchi, o'sha екі ilm, ruhoniy ilm olsa din ilmi, din, dastur, til, tarix, yerga деген muhabbat bo'lmadi, xalqqa, ulutqa деген muhabbat. Содан кейін физик болама, содан кейін химик болама, астрономик болама, ғалым болама, сол кезде ғана ел. Сондықтан мына бауырым айтып кетер жағдай, қазақ елі алхамдулилла Құдайдың өзі мархаматына бөлінген ел ғой. Бізде өнеге алам десе бәрі бар жаңағы, барлығы бар өнеге алуға. Діни ғалым болам десе небір діни ғалымдар өтті бізде. Алдынан кешегеден отырған ұстаздарымыз жау. Дүние ғалымдарына да Әл-Фараби, Ибн Сина, Әл-Харизм, Бируни,
Ал батыр болам десең, Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек, Есет, кеше Ұлы Отан соғысындағы апаларым, Бауыржан Момышұлы, Сабыр Рахимов, Мәншүк, Әлия, батыр болам десең. Би болам десең, Төле би, Әйтеке, Қазыбек, үлгі ала тұрған барлығы бар ғой, үлгі ала тұрған барлығы бар ғой, шайналып тұр ғой. Тек қара соны жұтып, Абай атамыз айтпақшы, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш бұл дүниеге, кетігін таптап бар қалан. Бұл қабілеттің қай жағында болады, оны алу керек. Бұл жаңағы дін ілімі мен дүние ілімі жаңағы құстың екі қанаты сияқты. Құстың екі қанаты болғанда ғана аспанда еркін ол самғиды. Дін ілімі мен дүние ілімін қоса алған кезде кезінде Алаштың азаматтары өмірбаяны, Қызыл қырғында қырылғанның барлығын өмірбаяны оқысаң, барлығы бірінші молдадан еденді оқыған. Сондықтан олар елді сатып кеткен жоқ, олар коррупционер болған жоқ. Олардың да шамасы келер еді, қашып кетуге басқа. Жоқ, қалай қашсын? Ол қаяққа қашсын? Ақыретте Алланың алдында, Расулдың алдында болады, ата бабасы, ұрпақтың алдында жауап беру үшін. Ол имандылық, жүректегі имандылық. Осыны нәр беріп жатқан міне Құдайға шүкір, міне медреселеріміз бар ғой. Осыны ұстаздар, шәкірттер. Әзір ілім алуға бүкіл мүмкіндік бар. Қияметке жақындағанда ғалымдар айтады, 3 нәрсе жеңілдетіледі екен. Қажылыққа бару. Құда қаласа енді қажылықта ашылады ғой, иншалла. Жұма намазда Құда қаласа ашылып қалайын деп тұрмын, иншалла. Қажылыққа бару екен. Кезінде қажы десе Құнанбай, жаңа бір-екі адамның ғана атын білетінбіз. Әзір қанша адамдар қажылыққа. Екінші ілім алу екен. Бұрын ілім алайын десе ұстаз бар да шәкірт жоқ. Шәкірт болса кітап жоқ. Әзір ұстазда шәкіртте барлығы бар. Үшінші мына фитна заманында адам өзінің нәпсісін тиса, Аллах Тағала көп дос тұтады екен. Дуасы қабыл отырған адамдарды, өзіне уәлилерді не алады екен, көбейтеді екен. Осындай заман, фитна заманында әлбетте Аллах Тағала бұл жаңағы өзінің дінін не жеңілдетеді. Әзір үйренем деген араб тілін үйренесің бе, түрік тілін үйренесің бе, парсы тілін үйренесің бе, үрді тілін үйренесің бе, қазақ тілін жақсы, бүкіл мүмкіншілік неғып тұр, қолыңда тұр жаңағы.